елбасы медалі жобасының қатысушылары. Сіздермен мен Зәурен Арбутаева, дәрісіме қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гитарамен қалай дұрыс отыру, оң қол мен сол қолдың қойылуы, саусақтарымызды дамыту үшін қандай жаттығулар керек, сол жайлы айтатын боламын. Гитарамен алғаш танысуым 6 жаста болды. Кішкентай кезімде өзімен бірде гитараны арқалап алып, әкемнен қайта-қайта гитараның сүйемелдеуімен ән айтып беруін сұрайтынмын. 7 жасында музыка мектебіне барып, 9 сыныпты аяқтаған соң Алматы музыкалық колледжіне түстім. Ол жерде менің мұғалімім Ким Геннадий Сергеевич болды. Ол кісінің маған берген бағыты классикалық гитара. Бауыржан Жылқыбаев қазақтың мақтан тұтар гитаристерінің біреуі. Және де сол кісілердің шәкірті атанғаныма мен өте қатты қуаныштымын. Ол кісілерден алған сабақтарының біреуі ол фламенко, басқа да джаз, сондай стильдерден біреуі болды. Бүгінгі сабағымызды мен гитараны қалай дұрыс ұстап, саусақтарымызды гитараға қалай қоюды бастағым келіп отыр. Гитараны алғаш қолымызға алғанда оң аяқтың үстіне сол аяғымызды қоямыз. Гитараның оюын сол аяқтың үстіне қоямыз. Оң қолымызды шынтақтан кішкене жоғары, осы жер, гитараның дәл осы жеріне қоямыз. Біздің білегіміз асылып тұру керек, бос болу керек. Осылай жасап көріңіздер. Өйткені көпшіліктің қолы тырысып қалған болады. Олай болмау керек, қол бос болу керек. Міне, дәл осылай алақанымызды 6 струнаның үстіне қоямыз. Үйде жаттығып көріңіздер. Гитараны аламыз, қолымызды қоямыз, тексереміз. Сол қолымызды алма ұстап тұрған сияқты болу керек. Бас бармағымызбен қалған саусақтарымызға көмектесеміз. Бас бармағымыз гитараның жоғарысында болмау керек. Гитараның ортасында болу керек. Оң қолымыздың жаттығуынан бастаймыз. Бірінші техникамыз апаянды деп аталады. Саусағымызды алып, струнаның үстіне қоямыз, жоғарыға тартамыз. Байқасаңыздар, менің саусағым екінші струнаға тіреліп жатыр. Дәл солай екінші саусағымызбен қайталаймыз. Енді кезекпен кезек тоқтамай ойнай береміз. Дәл осындай дыбыс шыққан соң, біз енді дәл осы жаттығуды санап үйренеміз. 1 ге, 2 ге, 3 ге, 4 ге. Әрбір струнада 1-ден 4-ге дейін тартамыз. 1 ге, 2 ге, 3 ге, 4 ге. 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 1, 2, 3, 4 ге. Дәл солай төменге қайтамыз. Осы
жаттығуды міндетті түрде ойнаңыздар. Сол қолдың жаттығуы ол хроматикалық гамма. Жаңағы апаянда техникасын ойнап, сол қолымызбен алма кезек латтарға ауысамыз. Біз латтарды қалай танимыз? Ол екі темірдің ортасы лат деп аталады, яғни перне. Лат десеңіздер де болады, перне десеңіздер де қате болмайды. Ашық струнадан бастаймыз. Латтарды жаттау үшін мен санап ойнағанды жөн көремін. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ашық струна. Дәл осы жаттығуды қалған струналарда қайталаймыз. Енді қолдарына гитара алып үйреніп жүрген адамдардың қателігі ол біздің саусақтарымыз грифтен алысқа кету. Яғни гитараның мына жері ол гриф деп аталады. Немесе мойын деп атасаңыздар да болады. Мойын немесе гриф. Көп адамдардың қателігі осы грифтен саусақтары алыс кетеді. Ол дұрыс емес. Ол қателік болмау үшін айнаның қасына отырып, өз саусақтарыңызды осылай ұстап, тартқандарыңыз дұрыс. Дәл осылай. Немесе сіздердің саусақтарыңыз өте алысқа кетіп қалады. Дәл осылай. Ол дұрыс емес. Дұрысы жинақы саусақтар болу керек. Дәл осы жаттығуды күніне 10 минут, жарты сағат, 2 сағаттарда ойнасаңыздар да болады. Өзіме әлі күнге дейін қатты көмектеседі. Үй тапсырмасы апаянда техникасын ойнап, хроматикалық гаммамен бірге қосу. Міндетті түрде санап ойнаңыздар. Апаянданың жаттығуын ойнаған кезде 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге деп ойнайсыздар. Әрбір ішекте. Дәл солай латтарды дұрыс жаттау үшін біз санап ойнаймыз. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дәл солай артқа. Сіздермен болған мен Зәурен Арбутаева. Қош, сау болыңыздар.